жерде, көпшілік болған жерде, мысалы сахих еткен Осман ибн Аффанның істерінен білеміз, елге пайғамбарымыздың қалай дәрет алғанын көрсетуге тырысатын еді. Біз де сол ойда қарапайым халыққа, ізгі ниетті болған халыққа осы пайғамбарымыздың дәрет алған үлгісін шамамыз келгенше көрсетуді жөн көріп отырмыз. Пайғамбарымыз дейді, бір мут сумен дәрет алатын еді дейді. Бір мут дегеніміз сол кездегі енді өлшем бірлік, бір алақан толы затты айтады екен, бір мут деп біздің есеппенен ол жарты литр суға татып қалады. Сол үшін сол түсініктірек болу үшін біз арнайы түрде, енді қазіргі кезде ыдыс көп қой, құман да көп, басқа да көп, бірақ сол түсінікті болу үшін пайғамбарымыздың алған суы мына осы көлемдегі су болады екен шамамен. Яғни осындай көлемдегі сумен дәрет алған. Бұл жаңағы мұсылманның суды ысырап етпеуіне де көмектесетін шаруа болып қалады екен. Пайғамбарымыз сахабаларына кей кезде дәрет алғанда суды ысырап етпеуге насихат қылатын. Бір сахаба суда да ысырап бар ма дегенде, судың жағасында отырсаң да, өзеннің жағасында отырсаң да суда ысырап бар деп айтқан болатын. Содан болса керек, халық даналығында біз жиі еститін бір мақалымыз судың да сұрауы бар деген сөз. Енді дәрет алғанда пайғамбарымыздың шамамен алған көлемі осы екен. Дәрет алған кезде бірінші бисмиллах деп Аллахтың есімін атап қояды екенбіз. Одан кейін дәрет алғанда қолды 3 мәрте шайып алу керек. Ол бұл күйде. Бисмиллах. Бұл осы білек тұстан бастап осы арнайы қолдарды шайып аламыз. Алят татхир дейді, дәрет алу үшін алақандардың таза болуы міндетті болады екен. Оны 3 мәрте осылай шайбаса болады екен. Қолды 3 мәрте шайғаннан кейін Аллахтың кітабында келген сияқты жаңағы беттен бастап келеміз. Бетте енді ауыз бар, мұрын бар. Ауыз, мұрынды шаямыз. Ауыз, мұрын шайған кезде ауызға суды 3 мәрте, мұрынға суды 3 мәрте алып отқандарда кездеседі, кітаптарда да келген, ол да дұрыс. Бірақ біз бір хадисте көретініміз, пайғамбарымыз айтады, саласан би саласи урафат деп келеді. 3 мәрте алақаннан су алып, сонымен ауыз мұрнын шайды дейді. Яғни бір алған суменен ауыз мұрнын шайған болады екен. Ол мына көріністе болады екен. Суды аламыз. Бұл судың жартысын ауызға жібереміз. Оның қалған жартысын мұрынға жібереді екенбіз. Мұны осы күйде 3 мәрте қайталанады екен. Одан кейін бет жууға кірсеміз. Бетті де осы 3 мәрте жуылады екен. Бетті 3 мәрте жуып қояды екен. Бет дегеніміз осы мына шаштың өскен тұсынан бастап, иек астына дейінгі тұстарды бет деп атайды екен. Бетті 3 мәрте жуғаннан кейін оң қолға өтеміз. Бірінші сумен ысқылап алған жақсы, су кішкене толық бару үшін, өйткені дәрет алуға тиісті жерлер құрғақ қалып кетпеу керек. Шынтақпен қосып жуады. Шынтақпен қосып жуып отырады екен. Және 3 мәрте. Оң қолдан кейін сол қолға өтеміз. Одан кейін барып басқа майсық қылады екен. Майсық қылатын кезде қолымызды дымқылдап алсақ, ол да басқа майсық, яғни дымқыл қолмен сүрту, жуу деген мағына бермейді екен. Бірінші алдыңғы жағынан бастап артқа дейін қолымызды алып барамыз. Желкеге дейін. Желкеден қайтадан алдына қайтып келеміз. Одан кейін бұл құлақ бастың үкіміне кіреді екен. Ол да майсықтан үкім қылу керек. Әл-Удунани минар-рас, құлақ бастың үкімінде деген. Сұқ саусақпен ішкі жағын сипап өтеміз. Ал үлкен бас бармақтарымызбенен артқы жағынан сипап өтеді екенбіз.
Одан кейін бізде аяқ жуу несі қалады. Аяқты тобықпен қосып жуу керек болады. Және 3 мәрте. Саусақтың арасын тахлилдеп қояды. Былай саусағын кіргізіп, қолының жаңа саусағын кіргізіп, су жеткіз, құрақ жер қалып кетпесін, су жеткізуге тырысқан абзалырақ болып табылады. Одан кейін сол аяғымыз аяқты сол қолмен жуған жақсы болып қалады. Міне осыменен біз жаңағы хадисте көрсетілгендей, сахабаларымыз көрсеткен сияқты пайғамбарымыздың дәретін алып болған болып есептелінеді екенбіз. Енді жоғары айттық, пайғамбарымыз жалпы сол бір мұт суменен, ол 1 жарты литрге татитын су деп айтқанбыз. Қарасақ, ол дәретке толық жетеді екен. Тіпті бұл жерде біз суды 3-3